Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар. Adobe Photoshop бағдарламасымен жұмыс жасауды жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта біз кез келген суреттің артқы жағында фонын алып тастауды үйренеміз. Кез келген суретімізді алайық. Мысалы, жаңа сурет ала берейік. Енді бұл кез келген суреттің артында фонын алып тастау үшін бұл жерде волшебный ласт жаңағы сиқыршының таяқшасына ұқсайды. Осы инструментті аламыз, былай жағдай белгілейміз, өзімізге қажет болғыстарды. Енді кейде қарап отырсаңыздар, барлық жер алынбай жатыр, ештеңе етпейді. Ол үшін клавиатурада, яғни перде тақтадан Shift батырмасын басып, өзімізге қажет болғыстарды мүмкіндігінше көп белгілей береміз. Shift батырмасын жібермеуіміз керек. Енді мына жаңағыдай өшіргіштің суретіне басып, шыққан оң жағын басып, стиратель фона дегенді аламыз. Ол жерде тура жаңағыдай диаметрді кішірейтсек, кішірейіп жатыр, үлкейтсек үлкейеді. Жаңағы сурет артында мына жерде алып тастаймыз. Бізге керек емес фонда. Өшіріп тастаймыз. Өшіп жатыр. Егер кейде фонымыз өшпей қалса, ештеңе етпейді, қайтадан жаңағы инструментті алып, өзімізге керекті жерде белгілейміз. Керекті облыстарда белгіленбей қалған жерлер болса, қайта жаңағыдай өшіргішке барып, қайтадан өшіре берсек болады. Қарап отырсақ, біздің суретіміздің мүмкіндігінше фоны